Амансыздар ма менің құрметті сүйікті оқырмандарым. Бүгінгі видео миссия 1, миссия 4-ке арналады. Неге? Именно олар сүтсай ғылымы бойынша разрушители брака деп айтамыз да, біз, то есть неке бұзушылар. Енді мен қазір сіздерге точности айтып берейін, неге олар неке бұзушылар. Егер сізге осы тақырып қызық болатын болса, міндетті түрде маған тіркеліп, колокольчикті басуға ұмытпай, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал енді кеттік. Миссия 1. Миссияны қалай санайтынды мен үйреттім. Бүткіл сіздің туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз бәрін түгел қосқан кезде 19, 28, 10 шығатын болса, значит, ол миссия 1, иә. Миссия 1-де еркек болсын, әйел болсын, оның ойы өзгеріп кетеді. 33 жаста миссия кірген кезде миссия 1, оның ойы өзгеріп кетеді. Қандай ой келеді оған? Тек қана ол менмендік, мен, я, мен дейді. Содан кейін оның мынандай ой болады ғой, жалғыз өзі тұрғысы келеді. Почему-то мен квартира сатып алуым керекпін, өзіммен өзім тұруым керекпін, өзіммен өзім жүруім керекпін. То есть оған өзіне комфортно, былай айтқанда. Егер де әйел болатын болса, бұл қауіпті. Неге? Енді представляете, сен үйлендің, и нормально бәрі болды, 33 жасқа дейін. И раз миссия 1 сенің әйелің. И 1 жыл өтті, 2 жыл өтті, и айтады, родной, давай мен сенімен ажырасам дейді да. А неге екен сен түсінбейсің оны? Потому что ода миссия 1. Осы уақытқа дейін 20 поток коучинг жүргізіп тастадым мен. Сонда маған 4-те 1, 7-де 1, 6-да 1, 2-де 1 разница жоқ. Еркегі де келді, әйелі де келді. Енді в основном бізде мынандай ғой, дамақсы келеді, отбасын сақтап қалғысы келетін қыз келіншектер. Енді оның арасында соңғы кездерде менде семейный паралар өте көп келіп жатыр. И вот сол кезде миссия 1 өте көп келді, который уже ажырасып кеткендер. Или ажырасайын деп жүргендер келді. И вы представляете, да, когда ол өзінің миссиясын түсінген кезінде, что ол просто оның санасындағы программа ол. Оған сол ықпалын тигізіп тұр. То есть 30% бізде энергия именно сана жұмыс жасайды. То есть ода эгоизм, да, ода эгоизм пайда бола бастайды. Мен деген. В реальности прям бар ғой, жестко жұмыс жасайды да. И мен айтар едім, білмегеннен білген артық қой. Өйткені егер сен бәрін түгел біліп отыратын болсаң, енді ары қарай ойланасың ғой, кімге үйленуге болады. Саған миссия 1 қызды алуға бола ма, болмай ма? Егер де санаңды дамытсаң, әрине алуға болады да. Егер де уже ол алып қойған болса, в реальности ол ажырасып кетеді. Содан кейін мен енді бір кейс айтайын, бүткіл жерде оны біздің ұстазымыз айтады, жаңатаға Стив Джобс 6-да 1. Представляете, вот в конце концов, что его ожидало деп айтайын, иә? В конце концов, одиночество, отшельничество, и өлетін кезде оның қасында ешкім болған жоқ. И миллиардер, который вот сондай деңгейге жеткен, личный бренд, например, да, қалыптастырған адам, миссия говорит, да будет так, как я скажу, дейді. То есть заставить это он миссия именно сондай одиночество, отшельничествода қайтыс болуға. И осы Стив Джобстың кейсі бүткіл осы 20 миллион қазақ еліне бізге бір какой-то осознание алып келу керек та. Егер де даже Стив Джобс солай қайтыс болса, миссиясы заставить етті оны, солай одиночествода. Солай қайтыс болғанға да, значит, отыру керек та, ойлану керек та, что, может быть, сен санаңмен жұмыс жасайсың, мүмкін сен өзіңнің миссияңды өзгертетін бір какой-то варианттар бар шығар деген адамға ойлау керек та. Миссия 4. Миссия 4 неге все-таки олар неге бұзушылар? Өйткені миссия 4 олар әр кезде тырнақтың астына кіріздеп отырады. Не болмаса сенің күйеуің, не болмаса сенің әйелің болатын болса, не болады? Что-то бүгін слишком күн ысып кетті, что-то бүгін слишком күн суып кетті, сенің тамағың ыстық, сенің тамағың слишком суық, сенің тұзы көп болып кетті, слишком шайың тәтті болып кетті, или тәтті болмай кетті, или әйтеуір сондай бірнеке табады ғой. И вы представляете, да, постоянно сені түртпектей берген кезде разница жоқ. Еркек болсын, әйел болсын, саған надоел бола ма? Конечно, надоел болады. И в конце концов, именно солай надоел болғаннан кейін, сен айтасың, қой, мынау болмайды екен, и сені қысып тастайды да ол миссия. И айтасың, болды, маған керек емес, мен ажырасам дейсің. И сен өзіңді недовольны боласың. Миссия 4 – это постоянно революционные действия. То есть миссия 4 – ол постоянно соғыс
соғыс оның да ойының барлығы. Постоянно соғысып жүретін адам да. То есть ол үшін адал болу керек, ол үшін бәрі честно болу керек. Но бізге нені түсіну керек? Өмірде адалдық та жоқ, өмірде честность та жоқ, өмірде әділеттік те жоқ. Ол тек қана сенің санаңдағы болып жатқан қиял әлемі. Егер де сен өзіңді түсінетін болсаң, сен оны тоқтататын бедің, әрине тоқтататын едің да. Осы уақытқа дейін қаншама менде миссия 4-тер келіп жатыр, қаншама миссия 1-лер келіп жатыр. И маған бүйтіп айтады да, өкінішке орай. Өте кеш естіп қалдық біз өзіміздің миссиямыз туралы. Егер де осыдан 10 жыл бұрын маған осы ақпарат келіп, мен осыны түсінген кезде, мен өзімнің отбасымды сақтап қалатын едім деген өте көп адамдар келіп жатыр. Сондықтан да отырыңыздар да ойланыңыздар. Сіздердің миссияларыңыз сіздерге қалай әсерін тигізеді? Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, миссия 4, миссия 1 достарыңыз болса, міндетті түрде видеомен бөлісіңіздер. Не үшін бізге ажырасуды Қазақстанда тоқтату керек? Оған көмектесетін тек қана суицид ғылымы. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі видеода мен сіздерге тағы да мықты ақпараттармен бөлісетін боламын.